Сәлем достар, мен сіздермен бірге Instagram арқылы ақша табу онлайн марафоны ең соңғы сабағына бірге жеткеніме қуаныштымын. Бүгінгі сабақтың соңында біз ең үздік комментарий жазған адамдардың аттарын айтып, желтоқсан айында басталатын Салам Instagram курсына орындарды беретін боламыз. Сіздер Instagram арқылы ақша табу марафонын өткеннен кейін Instagram маманы болып, копирайтер, контент менеджер, графикалық дизайнер болып ақша табуға дайынсыздар. Бұл видео сабақты соңына дейін тамашалап шығыңыздар. Ең соңында сізді тосын сый күтіп тұр. Instagram мамандарының ең алғашқы жұмыс істеп жатқан кезіндегі қателіктерін талқылайық. Мен өзім осы салаға келген кезде маған ақыл айтып көмектесіп бағыт-бағдар беріп отыратын адамдар болмады. Ал сіздердің жолдарыңыз болды. Сонымен ең бірінші қателік жасалған жұмыстың бағасына сәйкес келмеуі. Сіз бір парақшаны жүргізіп, клиентке 100 000 теңге дейсіз. Клиент сіздің жасаған жұмыстарыңызға қарап, сіздің қызметіңізден бас тартады. Өзіңіздің жұмысыңызды сапасына қарай бағалаңыз. Instagram арқылы ештеңе істемей, дамымай, оңай ақша тауып кетемін деп ойлаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар ақшаны алып жоқ болып кетудің, жұмысты жарты жолдан тастап кетудің де мүлдем қажеті жоқ. Қазір жақсы Instagram мамандары сұраныс көп болғандықтан осындай сапасыз мамандар пайда болып, клиенттердің таңдау жасауына күмән келтіруде. Сіз бұдан жоғары болыңыз, жұмысыңызды нәтижелі істеп, адал табыс табыңыз. Келесі қателік Instagram маманы болу өте қиын. Көптеген адамдар осы оймен жүріп Instagram маманы болуын кейінге қалдырып қоя береді. Кейін оқып аламын, ертең бастаймын, бір айдан кейін бастаймын деп өздерін алдап уақытты созып алады. Ал уақыт өте береді. Ақыры бұл кісілер Instagram маманы болмай, кейін өкініп жүреді. Интернет, әлеуметтік желілер бұл қиын деп ойлап, сауда орталықтарына, банктерге жұмысқа орналасады. Менің сізге кеңесім, Instagram маманы атануға небәрі бір ғана аптаңыз кетеді. Бұл ұзақ уақытты алмайды. Барлығы қарапайым, жаңадан келген адамдар үшін түсінікті тілде жазылған. Үшінші қателік ең бастапқы кезеңде дамымай тоқтап қалу. Мысалы, бір Instagram маманын алайық. Ол ең бастапқы кезеңде 30 000 теңгеден 3-4 парақшаны жүргізіп бастады. Бұл ақша оның тамағына, жолына жетіп тұр делік. Ол осы оймен әрі қарай жүре береді. Ақша маған жеткілікті, дамудың қажеті жоқ деп. 3-4 жыл осы деңгейде қалып қояды. Егер де дәл ол осы мамандықты 4 жылдың ішінде өзінің дамуына көңіл бөлсе, қазір жоғары табысты нарықта сұранысқа ие маман болып шығар еді. Мен өзіммен бірге бастаған бірнеше жігіттерді білемін, және командамда болған бірнеше Instagram мамандары осы қателікті жасап қойған еді. Біз бұларды сіздер қайталамасын деп ашып айтып жатырмыз. Үнемі дамуда болыңыз. Достар, біз осы онлайн марафон барысында Instagram арқылы қалай және қанша ақша табуға болатынын, және бұл саланың маманы болу сізге қандай мүмкіндіктер сыйлайтынын талқыладық. Ал енді жақсы Instagram маманы болу қалай дұрыс үйрену керектігі туралы айтайық. Бірінші жол, сіз техникалық және теориялық білімді интернеттен іздеп оқып алсаңыз болады. Google-ға кіріп қалай жақсы Instagram маманы болуға болады деп жазсаңыз, сізге бірнеше сайттар, түсініксіз сілтемелер мен видеолар шығады. Сіз әрі қарай ізденесіз, түрлі кітаптары оқисыз, өзіңізге түсініксіз терминдер, сөздерді жаттап аласыз. Осылайша миыңыз ашып жүреді. Екінші жолы фундаментсіз практика жасау. Сіз өзіңіз білетін азды көпті ақпаратпен Instagram парақшаларды жүргізіп бастасаңыз болады. Бір-екі жолыңыз болып жатса, одан да көп парақшаларды жүргізесіз, бірақ бәрібір нәтиже болмайды. Сіз ұзаққа бармайсыз. Тағы да қосымша ақпараттар іздеп көресіз, кітаптары оқисыз, бірақ сіздің басты қателігіңіз мықты фундаменттің болмауы. Осы нәрсені естеріңізге сақтап алыңыз. Алдымен сізді құлатпайтын мықты фундаментке жұмыс жасау керек. Үшінші қадам, осы жолды жүріп өткен нағыз нәтиже көрсете білген адамдардан білім алу. Егер де сізге әдемі пресс қажет болса, сіз осындай әдемі прессі бар фитнес тренерді тауып содан сабақтар аласыз. Бұл жерде де осындай, барлығы қарапайым. Осы жолды жүріп өткен, сізге қарағанда білімі жоғары, нәтиже көрсете алған адамнан білім алыңыз, және де ол адамның сізге беріп жатқан біліміне қарсы шығып, өзіңіздікін дәлелдеудің қажеті жоқ. Сіздерді құттықтағым келіп тұр, сіздер бұл сәтті ұзақ күттіңіздер. Біз желтоқсан айында басталатын біздің негізгі онлайн курсымыз Салам Instagramға тіркелуді ашық деп жариялаймыз. Біз нарықта теңдесі жоқ курс жасап шықтық.
Бұл жақта кәсіпкерлер өздеріне мықты Instagram мамандарын таба алады. Ал қарапайым адамдар Instagram маманы атанып, алғашқы табыстарын тауып бастай алады. Небәрі жарты айдан кейін сіз алғашқы Instagram парақшаларын жүргізіп бастайсыз. Бұған дейін біз Салам Instagram курсының 1-ші, 2-ші және 3-ші ағымдарына қатысқан студенттер де бұл 4-ші ағымға қатыса алады. Себебі бұл жолы бізде жаңа бағдарлама болады. Instagram күннен күнге жаңарып отырғандықтан білім де күннен күнге жаңарып отыр. Біз өзіміздің өнімімізге күн сайын жақсартып бірге дамып отырамыз. Бұл курстан алған білім бар мамандар курсқа қатыспаған мамандардың жанында бәрі-бір өзгешеленіп тұратын болады. Себебі бізде оқып шыққан студенттерде басқаша ойлау, трендте болу қабілеттері қалыптасады. Біз онлайн курстар идеясын ұзақ ойластырдық. Бұған дейін 3 ағымды қосқанда 2,5 мыңнан астам адам бізден білім алып шықты. Студенттердің 95%-на біздің методика ұнады. Сабақтар көңілдерінен шығып, алғашқы табыстарын тауып бастады. Ал қазір мен сіздерге Салам Instagram курсының методологиясын жоспарын таныстырамын. Біріншісі, парақшаны әрлеу. Парақшаға логин атауы, сипаттамасы, позициясы, аватары, белсенді сілтемелер қою. Қазір Instagramда парақшаңыз әрленген, дұрыс безендірілген болуы керек. Бұл ең маңыздысы. Екіншісі, сторис пен тікелей эфирдің сіз білмейтін құпия фишкалары. Задай вопрос, опрос, тесттер, общий чат, маска сияқты құралдар не үшін тұр және оларды қалай қолдану қажет. Тікелей эфирде не айту керек? Осы сұрақтардың жауабын аласыз. Үшіншісі, контент жасау. Әлемдік миллиардерлер Билл Гейтс контент бұл ең бастысы деп айтқан еді. Инстаграмдағы контент қалай болу керек? Парақшаға қандай посттар салыну керек? Не жазамыз? Посттарға идеяларды қайдан аламыз мысалы? Төртіншісі, дизайн сабағы. Инстадағы баннерлер, логотиптер, актуальный стористардың логотиптерін қалай жасайды? Визуальный стиль деген не? Инста дизайн бойынша осының барлығын үйренесіздер. Бесіншісі, мобилография сабағы. Инстаграмда сапалы суреттер мен видеолар болуы керек. Ал қарапайым ұялы телефонмен қалай жасауға болады? Видеоға түсіру мен монтаж құпияларын бізбен білесіз. Алтыншысы, жарнама жасау. Подписчиктерді көбейту. Парақшаңызды ақылы және тегін жарнамалауға болады. Instagram продвижениені қалай жасаймыз? Парақша статистикасын тегін көтеруге болатын арнайы жолдармен бөлісеміз. Және ең бастысы, подписчиктеріңізді 3-4 есе көбейте аласыз. Жетіншісі, онлайн сату өнері. Өзіңізді Instagram маманы ретінде парақшаларға ұсыну. Ал кәсіпкер болсаңыз, келген жаңа подписчиктермен ең дайректте және комментарийде сөйлесу. Сегізіншісі, сабақтың видеолары сақталады. Арнайы чатта жасаған жұмыстарыңызды талқылап, қатемен жұмыс жасалынады. Плюс қосымша сабақтардың сілтемелері, қосымша файлдар жіберіледі сіздерге. Осылайша бір аптада сіз Instagram бойынша сізге қажетті барлық құралдар мен білімді меңгеріп шығасыз. Алған білімді практика жүзінде қолданасыз. Нәтиже міндетті түрде болады. Бұл сабақтарды өткеннен кейін сіз жаңаша ойлап, жаңа табыс деңгейіне көтеріле аласыз. Ал ең бастысы сіздер мынандай парақшаларды жүргізе аласыздар. Қайырлы күн, менің есімім Майжан, мен Салам Instagram курсының 2-ші ағым студентімін. Мен Instagramда парақшаларды әрлеуді бастаған едім, бірақ өзіме сенімсіз болдым. Салам Instagram курсына тіркеліп, логотип жасауды, мәңгі сториздердің қаптарын жасауды, басқа да баннер прайстар жасауды үйрендім. Одан бөлек сату өнері мен клиентпен қалай сөйлесуді үйрендім. Қазіргі таңда Instagramда графикалық дизайнер болып жұмыс істеймін. Бұл маған өте ыңғайлы. Өйткені қазір мен 3 баланың анасымын. Солардың жағдайын, тәрбиесін қадағалай отырып, үй жағдайында жұмыс істей беремін. Бұл маған өте ыңғайлы. Кез келген уақытта, кез келген жерде жұмыс істей беремін. Өткен айда 50 мың ақша таптым. Салам Instagram курсына жазылуға кеңес беремін. Бұл курста өте көп кеңестер береді. Сол кеңестердің ең үлкені әйтеуір бастау керек екен. Өйткені бастағаннан кейін ары қарай өзіңіз дамытып, жетілдіріп аласыз. Келіңіздер, бірге дамимыз. Барлықтарыңызға сәлем. Есімім Самал. Мен Салам Instagram онлайн курсының 2-ші ағым студентімін. Мен бұл курста пост жазу, копирайтинг, сториске фото, видеолар салу, сонымен қатар рекламаны қалай жасау керектігін үйрендім. Мен білмейтін құпиялар өте көп екен. Осы курстың арқасында Primo Mebel парақшасын жүргізіп жатырмын. Күніне Instagram арқылы бізге 4-5 заявкеден түсіп жатыр. Мен қазіргі таңда студентпін, универде 2-ші курс оқимын. Сонымен қатар SMM менеджер мамандығын алып жүрмін. Бұл өте ыңғайлы, кез келген нүктеден онлайн ретінде жасай беруге болады. Сіздер де бұл курсқа жазылыңыздар. Өкінбейсіздер, күтеміз.
Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Санжар. Сала Минста онлайн курсының 2-ші ағым студентімін. Мен жас кәсіпкермін, жеке бизнесім бар, сумка сатамын. Осы Instagram Сала Минстағы онлайн курс арқылы мен біріншіден таргет жарнамасын жіберуді үйрендім. Екіншіден мен бір минусым болады, мен клиенттермен қалай сөйлесуді онша білмейтінмін. Екіншіден клиенттермен дайрек арқылы сөйлесуді үйрендім. Үшіншіден парақшаны әрлеп, клиент санын 2 есе көбейттім. Менің парақшама онлайн заявкалар түсуде осы айдағы жеке табысым Instagram арқылы 100 000 теңгеге жетті. Егер де жеке кәсіпкер болсаңыз, клиенттер санын 2 есе көбейткіңіз келсе, сіз Instagram'ды әрлеуді, таргет реклама жіберуді, клиенттермен қалай сөйлесуді білуіңіз керек. Достар, Сала Instagram курсына қатысуға кеңес беремін. Әлі де сіз білмейтін ақпараттар өте көп. Біздің тапсырмаларды дұрыс әрі нәтижелі орындаған адамдар айына кем дегенде 100 000 теңгелік табыс деңгейіне шыға алады. Біз студенттеріміздің фундаменті мықты болғанын қалаймыз. Себебі мықты фундамент болса, сіз кез келген қиын ситуациядан шығып кете аласыз. Бұл курс барысында біз тек қана ақпарат беріп қана қоймай, қосымша скринкастар береміз. Сіздермен бірге онлайн форматта Instagramның қыр-сырын үйренетін боламыз. Демек, бұл жерде жай ғана ақпараттар емес, нағыз практика мен тәжірибе жинақталады. Бұл курсқа біз кімдерді күтеміз? Біріншісі, Instagram саласына қызығып жүрген барлық адамдарды курс барысында сіздер нөлден бастап Instagram'ды үйреніп кете аласыз. Және өзіңіздің алғашқы клиенттеріңізді тауып, жақсы портфолио жасақтай аласыз. Екіншісі, осы салада қызмет етіп жүрген барлық мамандарды, егерде сіз дәл қазір осы салада қызмет етіп жүрсеңіз, біздің курстан өз-өзіңіздің біліміңізді арттырып, сонымен қатар командаңызға жаңа адамдарды таба аласыз. Егер сіздің командаңыз өссе, сіздің бос уақытыңыз артады және табысыңыз да арта түседі. Үшіншісі, және де әрине міндетті түрде кәсіпкерлер мен кәсіпкер болғысы келіп жүрген адамдарды да курста күтеміз. Себебі Instagram қазір ең көп сатылым жасалып жатылған платформа. Сіздің кәсібіңіз Instagram'да дұрыс жүргізілген болуы тиіс. Олай болмаса, бәсекелестіктен шығып қаласыз. Сіздің тауарыңызға сұраныс болмайды. Өзіңіз қатыспасаңыз да, командаңыздағы мүшесін курсқа қатыстырып, бизнесіңізді Instagram арқылы дамыта аласыз. Енді курс бағасы қанша тұратынын білейік. Төменде біз курстың құнын жазып қойдық. Курс бағасы барлығына қолжетімді. Бұл сіз алатын білімнің 10%-на да жетпейтін бағаны қойдық. Курсқа тіркеуді бүгін ашық деп жариялаймыз. Және де алғашқы төлем жасаған 100 адамға Instagram'да блогты дамыту чек-листін сыйлаймыз. Сонымен қатар біз онлайн марафон барысында ең үздік комментарийлерге конкурс ұйымдастырған болатынбыз. Конкурс жеңімпаздарының есімдерін төменге жазып қоямыз. Ал дәл қазір сіз өзіңізге беріліп тұрған мүмкіндікті уысыңыздан шығарып алмаңыз. Мен өзімді 2,5 жыл бұрын елестетіп көрсем, сол кезде менде 5000 теңгеге Алматыға пойызға билет алып, Алматыдағы ең алғашқы курстарымды оқып бастаған едім. Сол шешім мені жаңа деңгейге көтерген еді. Мен еш өкінбеймін, себебі мен өз мүмкіндігімді уақытында пайдалана алдым. Бұл курста сіз үшін үлкен мүмкіндік. Себебі бұл жерде білім, практика және сіз іздеген орта бар. Ендеше шешім қабылдаңыз. Дәл қазір Салам Instagram курсына тіркеліңіз. Сіз бұл курсқа жай ғана тіркеліп қоймайсыз. Сонымен қатар ұтыс ойындарына қатыса аласыздар. Қандай ұтыс ойындар? Ақшалай ұтыс ойындары, AirPods наушниктері және де ең басты сыйлығымыз iPhone 11 су жаңа ұялы телефоны. Бар болғаны 5000 теңге төлеп, Салам Instagram курсына қатысып білім алып, және де жаңағындай ұтыс ойындарына қатыса аласыздар. Сізде дәл қазір 2 таңдау бар. Осы видеоны қоя салып, сайттан шығып кетіп, ары қарай сол баяғы жасап жүрген іс-әрекеттеріңізді жалғастыру, немесе осы курсқа тіркеліп,
өзіңіздің табысыңызды, өміріңізді өзгерту және де жаңа жылда өзіңіздің ата-анаңызға немесе өзіңіздің достарыңызға жақсы сыйлық жасау. Осы курсты өтіп шығып, жақсы табыс тауып шығу. Таңдау сізде. Сіз 5000 теңгеге былай айтатын болсақ, 5 донер жейсіз, немесе бір пицца аласыз, немесе той аласыз, бір тойға барып, немесе сойқа құртасыз, туған күніңізге. Немесе 5000 теңгеге білім алып, айына 300 000 теңгелік табыс табатын білім ала аласыздар. Сіздерді Салам Инстаграмында күтемін. Бұйырса 17 желтоқсан күні Салам Инстаграмның 4-ші ағымын бастайтын боламыз. Бұл басқа ағымдарға қарағанда мүлдем өзгеше форматта болады. Тағы да толық ақпарат осы сайтты толыққанды қарап шықсаңыздар болады. Сіздермен бір апта бойы онлайн марафонда бірге болғаныма қуаныштымын.